Яңларда районымыздың маданият үйінде Ноғай район администрацияның басшылауымен икон иін озды. Ол едаплық бәрі игі әдем хасиетінің негізі деген темаға бағысланған еді. Маданият, тіл, сондай басқа керекли темалармен бірге біздің халқымыздың тиіссіз әдетлері ақында да өз насихатымын район имамы Мұхаммад Атангулов шығып сөйледі. Сол иінді тамамлап, 26 қарағыста Терекли мектептің орта мешітінде дін әрекетшілерінің иіні да озғарылды. Онда өлімін, дуаслармен, байланыслы келіссіз әдетлеріміз ақында айтылды. Бір тіл болып мұнадай ойға келділер. Ата-бабаларымыздың yolымен барып, алдыңғы дуасларды етіп, яңылықлар қоспай, қара сорпа, ет, бауырсақ, яназыдан басқа дуасларда дүгі болсын. Шай ішкенде, шай, бауырсақ, пыслақ болсын сыпырада. Түрлі кәмпетлер, пісірілген затлар, кептірілген емслер, сондай түрлі зиядетлер салуын қоймаға. Екіншілей, түйіншік, тастамал пайлау деген затларды тоқтатпаға. Иін Ноғай шөлге Алла Тағала берекет, нәсіп, тіл бірлік берсін деген дуаман тарқады.